Кешкі ауызашарға жай ғана осындай лаваштан керемет етіп дәл осындай дастарханды толтырып жаюға болады десем сенесіз ба? Ендеше бірге бастайық. Ең алдымен ыстық тағам дайындаймыз. Ол үшін осылай домалақ пішіндегі лавашты алып, дәл видеодағыдай барлық жерін майлап шығамыз міндетті түрде. Кейін фаршты салып, орама ретінде орап шығамыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Ешқандай кәдімгі ораманың еш айырмашылығы жоқ. Осылай манталаркаға салып 40 минуттай пісіріп аламыз. Енді біз осы домалақ тәріздегі лаваштан осылай видеодағыдай кесіп шығып, бөрек дайындаймыз. Бұл жерде біз екі түрлі бөрек дайындаймыз. Бірінші салмасына біз сырды салып, дәл видеода орап, міндетті түрде аяқ жағын осылай сумен сулап орап қоямыз. Енді осыны панировка жасаймыз. Жұмыртқаға аунатып, кейін сухариге аунатып, қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Енді екінші бөрек дайындаймыз. Бізге салмасына піскен картоп қажет болады. Міндетті түрде төмен жағын жақсы жабысу үшін сулап жібересіздер. Қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша пісіріп аласыздар. Енді біз десерт дайындаймыз. Ол үшін лавашты осылай дәл видеода кесіп аламыз. Салмасына мен творог пайдаландым. Творогты әрине дәміне қарай қантын барлығын саласыздар. Құрамдарын барлығын жазып кетемін. Төмен жағы жақсылап жабысу үшін біз міндетті түрде сулаймыз. Барлығын осылай жинап алғаннан кейін міндетті түрде бетіне жұмыртқаны жағып, үстіне қантты сеуіп жіберіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аласыздар. Келесі кезекте дәл осы лаваштарды домалақ етіп кесіп, суға толыққанды аунатып, осылай салмамызды салып, чебурек дайындаймыз. Жақсылап тұрып жабыстырамыз. Қызып тұрған майда осылай екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осымен жай ғана лаваштан дайындалған орама нанымыз, бөректеріміз, чебуректеріміз және десертіміз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Әрине осы тағамдардың барлығы романский өнімдерінің лаваштарымен дәмдірек.